Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Отырыңдар, иә. Көңіл-күйіңіз қалай, жақсы ма? Қане, барлығымыз бір-бірімізге жақсы тілектерімізді тілеп жіберейікші орнымыздан тұрып. Қазір мен саған жақсы денсаулық. Мен сабағыңды жақсы оқып, ешқашан екілік баға, үштік баға алма, тек беске оқы. Мен саған сабағыңды беске жақсы оқып. Мен саған ұзақ Мен саған зор бақыт тілеймін. Мен саған зор денсаулық тілеймін. Жансезім, мен саған ұзақ өмір тілеймін. Нұрсезім, мен саған зор денсаулық тілеймін. Мен саған зор денсаулық тілеймін. Жансезім, мен саған ұзақ өмір тілеймін. Еркенәзім, мен саған зор денсаулық тілеймін. Иманғали, мен саған қажымас қайрат тілеймін. Айден, мен саған ұзақ өмір тілеймін. Мен саған қажымас қайрат тілеймін. Нұрсезім, мен саған ұзақ өмір тілеймін. Диана, мен саған құда-құда болып тілеймін. Жұлдыз, мен саған бақытты болуды тілеймін. Вот, мен саған бақытты болуды тілеймін. Иран, мен саған денсаулығың аман болғанын тілеймін. Бетің грант. Олжас, мен саған оқуда озат болуды тілеймін. Сымық, мен саған зор денсаулық тілеймін. Апай, сізге зор денсаулық және бақыт пен қайрат тілеймін. Рахмет. Иә, отырыңыз, иә. Енді осы көңіл-күйіңіз жақсы, иә, балалар? Енді балалар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз, сабағымыздың тақырыбы бір айнымалысы бар сызықты теңдеу, мәркені теңдеулер, бір айнымалысы бар сызықты теңдеулерді шешу деген тақырып өтеміз. Енді біз балалар өткен тақырыптарға шолу жасап өтейікші. Өткен сабақта пысықтаушы қане сұрақ жауап өткен тақырыптар бойынша. Бірінші топ ептілер, екінші топ алдырлар, үшінші топ тапқызар тобы. Қане, кім бірінші сұрақ қояды? Нұқтар? Қандай тепе-теңдік? Бірінші қағар. Қандай тепе-теңдік? Иә. Тепе-теңдіктер нені айтамыз? Қане? Өрнекті оған теңдікпен өрнекті алмастыруды, тепе-теңдікті түрлендіру деп атаймыз. Дұрыс, жарайсың. Және тағы? Екі тура санды қалай көбейтеді? Екі тура санды теңдік қалай көбейтеді? Қане кім айтып жібереді? Екі тура санды мүшелер көбейтіледі. Иә, дұрыс, жарайсың. Иә, тағы сұрақ өткен тақырыптар бойынша. Ералы, сенің тобыңнан? Теңбектен түрлендіру дегеніміз не? Теңбектен түрлендіру дегеніміз не? Қане кім айтады? Өрнекті оған теңбе-тең. Өрнектен алмастыруды өрнектің теңбе-тең түрлендіру деп атайды. Дұрыс. Жақшаның алдында плюс таңбасы болса, қалай Иә, жақша қалай ашылады? Жақшаның алдында плюс таңбасы болса, жақшаны қалай ашамыз? Қане кім айтады? Балнұр. Өзгеше қалады. Иә, таңба өзгермейді, өзгеше. Және екінші топтан ешкім сұрақ қойған жоқ? Жақшаның алдында плюс минус таңбасы болса, қалай ашылады? Иә. Жақшаның алдында минус таңбасы болса, қалай? Жақшамызды қалай ашамыз? Кім айтады? Плюс таңбасы болса өзгеше қалады деді, минус таңбасы болса не қыламыз? Өзгереді. Иә. Жоқ, минус таңбасы болса, таңбаның барлық жақшаның ішіндегі қарама қарсы таңбаға өзгереді. Дұрыс, жарайсыңдар. Енді бізде бұл сабағымызда мақсаты бір айнымалысы бар сызықты теңдеудің мәнді теңдеулерін анықтамасын білу. Бұл тақырыпта біздің не алатынымыз, оқып білетініміз. Енді барлығымыз үй тапсырмасын орындап кеттік па? Иә. Көршіні тексер әдісі арқылы біз не аламыз? Көршіміздің дәптерін алып үй жұмысын мына тақтаға шығарып қойдың дұрыс жауабын. Сол арқылы көршімізді тексереміз. Бір-бірлерге дәптердерін ауысып көршілерді тексеріңдер. Кейінге дәптерді жинап алып, мен өзім тексеремін. Тақтада дұрыс жауабы тұр. Болдыңдар ма? Иә. Тексеріп болдыңдар ма? Иә, дұрыс жарайсыңдар. Енді
Кім жылдам әдісі? Мына жерде тақтада жаңағы адасқан әріптер барлығына бір теңдеу төлеп бір өрнек соны шығару арқылы біз адасқан әріптерді табуымызға керек. Кәне топпенен жұмыс жасаймыз барлығымыз бірге. Адасқан әріптерді тауып біз орнына қоямыз. Көрінбей қалды ма? Ал. Қайсы? Мынау ма? Плюс? Плюстан басқа. 2 көмектіген жашайшы дейік, плюс 3, тең 12. Көрінбей тұр ма? Жылдан орындаймыз. Тақырып қашамыз. Адасқан әріптер арқылы. Қане бала жылдамдатамыз. Я тебе. Болдыңдар ма? Hani boldular ма? Қай топтапты? Ya. Мери, жылдамдатамыз.
12. Uda mı? Bu minus 2. Kan bolgan tuğum var mı? Bolgan mı? Ya. Tengeu degan so'z chiqadi. Ya. Birinchi. Tira 3 javobi. Birinchi 3, ikkinchiga. Y 6,5 Y. Bundan keyin Bu'ga 2,5. Minus. Minus 2,5. Tamam. D'ga minus 1,5. Y'ga 6,5. U'ga 1,2. Dürüst şarayetler. Sonunda bize qanday söz chiqdi? Tengeu degan söz chiqdi. Ya balalar. Ya dürüst şarayetini o'tiramiz. Endi жаңа sabaqqa bet turamiz. Qaranglar. Misol keltirib o'taman. Qanday o'tamiz? Qaranglar, екі сөреде 40 kitap tur. Sonda üstündегі kitap төмендегіден 3 есе көп. Төмендегі сөреде неше kitap tur дейді. Белгісізді біз қалай белгілейміз? X арқылы белгілейміз, ya. Демек, üstünгі сөреде қанша kitap бар екен? Қанша kitap жоқ біз. Бірінші шартын құрып аламыз, теңдеу құрамыз. 3, 2, қосамыз, екінші сөредегі 2 белгісіз, ya. Сонда, мына 3 қосу, 2 қосу 3 тең 40 десе, 2 сөреде қанша kitap бар екен? 40 kitap. Демек, бірінші сөреде бізде қанша kitap бар? Демек, бірінші сөреде бізде 10 kitap бар екен, ya. Дұрыс. Енді теңдеудің түбірі дегеніміз не ол? Теңдеудің түбірі дегеніміз айнымалыны теңдеуді тура теңдікке айналдыратын мәнін айтады екенбіз. Теңдеудің түбірі деп. Теңдеудің түбірі дегеніміз айнымалыны тура теңдікке айналдыратын мәнін айтамыз. Ал теңдеуді шешу дегеніміз оның барлық түбірлерді табу немесе түбірлердің жоқ екендігін дәлелдеу екен. Енді анықтамасына қараймыз, балалар. Бұл жерде AX тең V түрінде берілген теңдеуді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп айтады екенбіз. Енді бұл жердегі A мен V бұл жерде кез келген сан, A бізде коэффициент болыптыр, X айнымалы, бұл жердегі біздегі V-міз бұл бос мүше. Енді екінші анықтама түбірлері бірдей немесе түбірлері болмайтын теңдеулер мәндес теңдеулер деп аталады. Мәндес теңдеулер дегеніміз ол түбірлері бірдей болады екен. Екі теңдеуінде түбірлері бірдей болатын болса, біз оны мәндес теңдеулер деп айтады екенбіз. Енді осы мәндес теңдеулерде екі қасиеті бар. Бірінші қасиеті теңдеудегі қосылғыштардың таңбалары қарама-қарсы өзгеріп, оны теңдеулердің бір жағынан екінші жағына көшіргенде теңдеулердің теңдеулер мәндес теңдеуде түрленеді. Ал екінші қасиетінде теңдеулердің екі жағында нөлден өзге бірдей санға көбейткенде немесе бөлгенде мәндес теңдеуде түрленеді екен. Енді осы теңдеулердің шығару алгоритмі, теңдеулерді шешу алгоритмі қалай шығарылу керек жолдарына. Теңдеуді теңдеуден түрлендіріп ықшамдау қажет. Екінші, айнымалысы бар мүшелерді теңдеудің сол жағына, ал бос мүшелерді теңдеудің оң жағына жинақтаймыз, өткізіп жинақтаймыз. Сондықтан теңдеудегі ұқсас мүшелерді біріктіріп, теңдеуді AX тең V түріне келтіріп алуымыз қажет. Сондықтан төртінші, бізде теңдеудің екі бөлігінде айнымалыны коэффициентіне бөліп, теңдеуді X тең V бөлінген A түріне түбірін табуымыз қажет екен. Шығарылым жолдарын барлығын айтып өттім, балалар. Енді оқулықпен жұмыс жасайықшы, балалар. Оқулықтардың ашыңдар, оқулықтың 11-ші бетінде 781-ші есепті жұппен жұмыс жасаймыз. Жұппен жұмыс, білеміз, балалар? Жұппен жұмыс жасауды. Екеу бірігіп жұппенен жұмыс жасаймыз. Қане, жылдамдатамыз. Тақырып негізі түсінікті болды ма, балалар? Теңдеу деген тақырыпқа түсіндіріп бар. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу дегенге.
жұмысшысы. Сынба. Ол жас екен, қашан яғып. Бір жүрген яғып. Бұл қорықтағы 782-ші есепті жүкпен жұмысшысы. 82. Yani 782 şeyse Kayaknya Sultan dalam lalat. Gracias.
Просто
Biz dafterimizga yozamiz, qayta taqdiramiz. Dafterimizga yozamiz. Nega ketib jasolar ketadi? Он шик свой. Кавсар, он шикас, я минус екикас. Ека икас. Терек. Жетпіс қалай өтті теңдік келесі бетіне. Минус көбірде жетпіс қалда мен қоямыз. Я. 15 біз қандай? Плюс 15. Жылдан. Я. Болды. Кавсар, тоқтайды. 10 2 салайсақ 1 0 қана бес болады ма? Қане? Дұрыстайыз? 11 екіз. Тек 70-тен 15 азайып тастаймыз. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Қандай болады? Минус, я, X-ті 25-ті 11-ге бөлішінен X-іміз 5, минус 5-ге. Отыра ғой, болды, жарайсыңдар. Дәптерге жазып аламыз, дәптерге жұмыс. Иә, болды. Қартадан жазып болса, енді жеке жұмыс сәйкестендіру. Мына жерде мен есептеп теңдерге жазып қойғанмын, жауабымен сәйкестендіреміз. Жеке жұмыс, барлығы жеке өзіміз орындаймыз. Ошаларына қояр, соған қарап жеке жұмыс жасаймыз. Жылдамызда жеке жұмыс. Дәптерге жеке жұмыс. Тақтадан шығарып, тақтадан қарап өзіңіз есептеп алады. Жеке жұмыс жасаймыз, иә балалар? Қайсының жауабы, қайсының нәрсе? Тоған жауабы. Сәйкестендірді ма? Жеке жұмыс, жеке жұмыс деген ақымыз бетінде дәптерде болады. Қане, жеке жұмыс ақым өзі, сәйкестендіреміз, тапсырмамыз қиын емес. Қайсының шешімі түбірі қайсы болады, я? Қайсы өндегі теңдеуді қайсы не? Birincisinin cevabı üçge tek olur. Ya birinci üçge tek. Ikincisi bize 0,5'ge tek olur.
0,5. Üçüncü. Üçüncüsü bize 4'e teng bo'ladi. 4'e teng. Dördüncüsü. 6'ga teng bo'ladi. Qanday oldi? -6. Ya, qanchalik sanmadin? Beshinchisi. 6. Ya, dұрыс. Енді дұрыс жарайсыңдар. Барлығымыз бағалау парақшаға бағалап отырамыз топташылар. Тақырып түсінікті болды ма енді? Енді сабақты қорытындылап жіберейік, я. Қандай теңдеулер? Бір айнымалысы бар теңдеу деп атаймыз қандай теңдеуді. Қане? Бір айнымалысы бар теңдеу деп қандай теңдеуді айтамыз? Қане? Қандай теңдеуді бір айнымалысы бар сызықты теңдеу деп айтамыз? Бір айнымалысы бар теңдеу дегеніміз не еді ол? А2 қосылу В тең 0 түрінде берілген теңдеуді не дейтеді? Бір айнымалысы бар сызықты теңдеу дейтеді, я? Қандай қасиеттер бар еді? Қасиеттер жаңа біз айтып өттік, я? Екі қасиетін айтып өттік. Қандай? Қасиеттері. Теңдеудегі қосылғыштың Манбасын қарама-қарсыға өзгертіп, оны теңдеудің бір жағынан екінші жағына көшіргенде теңдеу мәндес теңдеу болады екен, я? Одан кейін теңдеудің екі жағында да нөлден өзге бірдей санға бөлгенде немесе бөлгенде мәндес теңдеуге түрленеді. мәндес теңдеуге түрленеді. Мәндес теңдеу дегеніміз не болды сонымен? Түбірлері бір-біріне түбірлері бірдей теңдеулерді не алады екенбіз? Мәндес теңдеулер деп айтады екенбіз. Енді барлығымыз жаңағы бағалау парақшаға тобымыздағы оқушыларды бағалап отырамыз, бағалаймыз. Енді үйге тапсырма оқулықтың 11-ші бетіндегі 780 және 783 есепті үйде шығарып келеміз. Теңдеулерді шешіп келеміз. Тақырып түсінікті болды ма? Дұрыс жарайсыңдар. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.